Сәлем достар, сіздермен болған мен Хамстер KZ. Бүгін біз қалай шрифт жазу керек екінші бөлімін түсіретін боламыз. Ең алдымен сіздер мына хромға кіресіздер. Ол ссылканы тастап кетем. Скачать всем басасыздар да сіздер. И мен баспаймын, мен скачать етіп қойғам. И есть проводникке кіреміз, короче, домашний пап. Сразу көрмейсіздер. Басында қазір пикселатты өшіріп болсайын. И ес проводникке кіресіздер да. Астыға істейсіздер. Өз шығады бүйтіп 10 место. И сіздердің оларды алып аласыздар да. Барлығын аламыз. И извлечетті басамыз. Ештеңе тиіспейміз. Болды. И домашний папка. Download. Бағана 10 место. И налар. Аласыздар. Аламыз. Переместить. Пикселап. Сіздерде presets болу керек. Presets болмаса. И создать етілген папканы басамыз да. Міне бүйтіп жазамыз. Presets деп жазамыз, бірақ мен істемеймін. Міне и міне осы жерге окейді басасыздар, мен баспаймын. Мен істеп қойғам. Кіргесін нәрде My Projects деп тұрады. И аласыздар да. Қарындашты басамыз, өзгерт істейсіздер. Мен бүйтіп қойын, короче. Баха. Міне. Көрдіңіздер. Нерден қараңыздар. Ешқандай сурет. Міне. Ештеңеге тиіспейміз. И сохранить етесіздер. Savas image, save to gallery. И давайте достар.